Аш қасқырдың дәмесі. Неше күннен бері қанды аузына қара шыбын да ілінбеген бір қасқыр ауылды торып қораға жақын келіпті. Жалғыз тал шетіп паналап, жер бауырлап, жан-жағына алақтап, бір үйдің іргесіне таяпты. Үй ішінен жылаған баланың дауысы шығады. Қой дейді, жылама енді, қой енді. Жылай берсең қасқырға бере салам, депті шешесі баласына. Менің аш жүргенімді ауыл кісілері де біледі екен ғой. Енді жыласа, баласын маған бере салар, деп дәмеленген қасқыр үйдің іргесінде отыра беріпті. Баланың жылауын күтіпті. Сол отырғаннан таң атқанша отырыпты. Бір кезде күткеніндей-ақ бала тағы жылады. Жылама дейін балам. Қасқырға бермеймін. Ол келетін болса, оны ұрып өлтіремін, деп баласын уатыпты шешесі. Адамдардан маған түк пайда жоқ екен, енді табанымды жалтыратайын, деп қасқыр орнынан қозғала береді. Таңырауында батып қалған екен. Тұрып жатқан адамның көзіне түскен қасқыр тұс-тұс жақтан тап берген үлкен күштің өтінде қалады. Баладан дәме қылған қасқыр ажалдың қармағына ілініп, терісі жайылып, тын-тын болады. Енді балалар ертегілердегі кейбір сендер түсінбей қалама дейтін сөздерге түсінік жасаймыз. Аш қасқырдың дәмесіндегі табанын жалтырату, кету, қашу деген сөз.